Assalamu alaikum dostlar. Sendермен бірге әмбебап мастер арнасы. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, осылай қолдап отырыңыздар достар. Бір мекеменің тапсырысымен осындай уольниктен туалет жасап бердік. Туалетімізге келер болсақ, сыртқы жағына осындай күршік салып кеттік. Ішіне де осылай салып кеттік, ішіне де күршігімізді. Топсасы осылай шықты. Туалеттің тесігі сәл-сәл қисық кетіп қалған, оны бірақ басқа жұмысшылар жасаған еді. Ішкі жағын осылай кілттеп қоясыздар. Жалпы жаман емес, жақсы шыққан туалетіміз. Туалеттің өлшеміне келер болсақ, алдыңғы жағының биіктігі 2,20 сантиметр болды. Ені 2,40 сантиметр болды. Есіктерінің размері 2,70. Артқы жағының өлшемі 2,40 қой, сол 2,40 сантиметр. Қапталы, мына қаптал жағы 1,20 сантиметр. Ені. Артқы жағы 2 метр, алды 2,20. Туалеттің астыңғы жағын осындай бетонның ілмегіне сваркілеп бекітіп кеттік. Төрт жағынан сваркілеп бекітіп кеттік. Анау-мынау желге, боранға ұшып кетпейтіндей мықтылап сваркілеп кеттік. Туалеттің алдыңғы жағының үстіңгі жағы ашық тұрады, жалпы ауа кіруге анау иіс болмауына деген сияқты. Туалетіміздің қапталын, алдын, есігін осындай темір шипырдан қаптап төбесін осындай шипырмен жауып кетеміз. Достар, туалетіміз осылай әдемі шығып келе жатыр. Қапталын, артын осылай жаптық. Шипырмен, шуруптармен осылай бекітеміз. Достар, жалпы осылай үй жағдайында осындай туалет жасап алсаңдар болады. Бұл туалеттің жақсы жағы, туалетіміз толып кеткен жағдайда оңай көтеріп алып тастап, басқа жерден шұңқыр қазып, сол жерге көшіріп қондыруға өздеріңізге жеңіл, жақсы болады. Туалет саланы осындай ерлер, әйелдер қылып, осындай екі бөлек қылып, екіге бөліп осылай салып кету керек. Сонда әдемі болады да. Әрбір үйде мысалға қыз келіншектер бар деген сияқты. Ерлер, әйелдер ғым осылай. Бір-біріне кедергі ыңғайсыз жағдайға түспеу үшін осындай туалет жасап кеткен жақсы. Туалетіміздің есігіне осындай уольниктен тұтқа ішіне де осылай жасап кеткенбіз. Достар, жалпы видеомыз ұнап жатса, пайдалы болып жатса, әмбебап мастер арнасына тіркеліп, лайк басып, қолдап, қуаттап отырайық достар. Қазақша контентті қолдап. Ал жақсы достар, келесі видеода кездескенше.